Айды құрметтеу. Ертеде күн мен айдың нұры бірдей болған екен. Екеуінде 70 бөліктен тұратын шуақ болыпты. Жарығы тең болғандықтан ол кезде күндіз де түн де болмапты. Бір күні Жабархақ Жебірейілге: «Мен түнді жаратамын, айдың нұрынан шуақ ал» дейді. Жебірейіл қанатымен айдың жүзін 3 рет сырып шұғыласын жинап алады. 69 шуағын алып күнге қосады. Күннің нұры артып, бұрынғысынан қатты жақсарыпты. Ай тек түнде шығып шамшырақ болыпты. Нұрының азайғанына қайғырып, өңі түнеріп кетеді. Сол кезде ұл қала: «Әй, ай, сенің адамға көрсетер қызметің күннен бір масқалда кем болмайды. Түнде шығып, жолаушылардың адаспай жол табуына жәрдем бересің. Күнге нұрыңнан сыбаға бергенің үшін адамдар да сені құрметтейтін болады. Әр туғаныңда саған сәлем беріп қарсы алады» дейді. Ай сабасына түседі. Өзінің бір шуағымен түнде адамдарға жол көрсетеді екен. Жебірейіл періште нұр алуға келген кезде қанатымен айдың бетін жырып алыпты. Ай бетінде жырық сызықтар содан қалған деседі. Халық та айды құрмет тұтып, жақсылыққа ырымдайды екен. Жаңа ай туғанда: «Ай көрдім, аман көрдім, бұрынғыдай заман көрдім, ескі айда есірге, жаңа айда жарылқа» деп сәлемдеседі. Ел аузында да айға қаратып дәрет сындырма, айға қол шошайтпа, айға қарап күлме, жылама деген тыйымдар пайда болады. Ай сәулесі адамға түспесін деп, терезені түнде жауып жатады екен. Ай сәулесі түскен адам ай кезбе ауруына ұшырайды деген наным бар. Айға байланысты тыйымдарға келетін болсақ, айға неліктен ұзақ қарауға және қолды шошайтуға болмайды? Қазақта ай адамның жастығын, сұлулығын ұрлайды деген сөз бар. Егер бала білместіктен айға қарап қолын шошайтса, жанында тұрған үлкен адам дереу саусағын тістететін болған. Сонымен қатар ел арасында айға ұзақ телмірмеу керегі жиі айтылады. Ғылыми тұрғыдан қарастыратын болсақ, айдың 4 фазасы болады. Бірінші фаза жаңа айдың тууымен байланысты. Екінші фазада ай толады. Үшінші фазада теріс жағынан желінеді. Төртінші фазада ай жіңішкереді. Халық ауыз әдебиетіндегі шығармаларды оқығанда ата-бабаларымыздың айды қасиетті санағанын, бір жағынан оған үреймен қарағанын көреміз. Олар айға ұзақ уақыт қарамауға тырысқан. Өйткені адам оның өміріне мистикалық әсер болуы мүмкін деп санаған. Адамдар бірнеше ғасыр бұрын мұның астарын толық түсінбесе де, дұрыс болжам айтқанын жоққа шығаруға болмайды. Жаңа ай туған кезде бұл ай сәулесі өте әлсіз болады. Алайда ай толған кезде адамның хал жағдайына әсер етеді. Айдың алғашқы 2 фазасында теңіздер тулайды, созылмалы дерті бар адамдарда асқынулар болып жатады. Айға терезеден қарауға болмайды деген сөзді жиі естіп жатамыз. Бұл ырым орта ғасырлардан бері бар екен. Айдың ерекше күші бар деп сенген адамдар, әйнектен түсетін ай сәулесі денсаулыққа зиян тигізуі мүмкін деген оймен кеш батқанда терезені мұқият жауып қояды. Терезеден түскен сәуле әйел денсаулығына қауіпті деп қорқады. Ал жүкті әйелдердің абайсызда түсік тастауына әсер етуі ықтимал деп есептеген. Дегенмен заманауи зерттеулер бұл сенімнің дәлелі жоқ екенін растап отыр.
Қазақ халқында айға қатысты мынадай наным-сенімдер бар. Балалардың есімін аймен байланысты қойса, оларға ай тиіспейді деп санаған. Мысалы, Айнұр, Айгүл, Айтуған, тағы басқа. Жаңа ай туған кезде ескі ай есірке, жаңа айда жарылқа деп тілек тілген. Қазақтың кішкентай қызынан қарт анасына дейін айсырға тағатын болған. Айсырға таққанда ай тимейді деген сөз содан шыққан екен. Ай тек мақталады, ол туралы жаман айтпаған. Қазақ, ай құлақтанса, аяғыңды сайла, күн құлақтанса, күрегіңді сайла дейді. Ай қораланса, күн жылы болады, ай шалқасынан туса, қатты аяз болады. Ал ай қырынан туса, күн жылы болады деп жориды.